маркерлер тұр. Соған маркерлерімізді аламыз да. Қай аралдың қонағы болғымыз келеді, сол аралдың бас әріпімен лебіреміз балалар. Тездете қояйық. Леберіңіздер. Білеңіздер, отыра беріңіздер. Отыра беріңіздер. Қай аралда қандай өзгеріс болып жатқанын қарап шығамыз. Мұнда неше адам? 5 адам, 4 адам. Табыс критерийін бағындық сізбек отқан адамдар өте аз екен балдар. Біз шын мәнінде мен логикалық сұрақ қойып едім. Егер мен Гүлжихан менің қызы сізбен қатар оқитын болсам, 3 аралығында бірге алған болар едім. Менің табыс критерийім балалардың кемесінде мәңгі қалып қою 3 нәрсені қатар алып келе жатырмын мен бүгінгі күні. Сондықтан мен сіздердің логикалық сұрақтың бастағым келген осы еді. Енді тақырыпты мен проблема жағдаятпен бастағым келіп отыр. Өзім проблема жағдаятты көп қойғанды жақсы көремін. Қазір математикалық есептеулерге келді. Математика есептеуге мен дейтін ең үздік оқушы кім шақырайын деп отырмын? Айдан. Оны біліп отырсыздар өздеріңіз да? Айда өте жақсы. Қолданатын жері сүзгінің асты. Сүзгі, яғни химияда барометрдің астына жұмыс жасайды. Тақтаға қараймын. Тұрақты сөз тіркестері нешеге бөлінеді? Тұрақты сөз тіркестері 2-ге бөлінеді. Ол мақал мәтелдер және идеологиялық тіркестер, да? Анжеге 2 деген санды қояғы. Проблемалық болжам жасалды ма? Жасалды, да? Өте жақсы. Біреуі мақал, біреуі идеологиялық тіркес болды. Сөз таптарын қалай топтастырамыз? Математика есептеу, неше сөз табы бар? Жалпы 9 сөз табы. Олардың 7-еуі атауыш сөз, біреуі көмекші сөз, және де біреуі оқшау сөз. Тамаша. Темаларда неше шықты? 9 шықты. Атауыш сөздер ол белгілі бір ұғымның аты бола алатын және де толық мағынаға ие сөздер. Көмекші сөздер ол толық мағынасынан айырылып қалған басқа сөз таптарының жетегінде жүрген сөз таптар. Оған шылау жатады. Соңғысы оқшау сөз, оған адамның көңіл күйін білдіретін және де жануарларға қаратылып айтылатын сөздер, яғни одағай жатады. Тамаша, отырады. Тамаша. Математика есептеулер. Енді мен Айданы автомат түрде, сен қай аралда отыр едің? Грамматика аралынан отырады. Табыс аралына бірден автомат түрде, яғни жағдаят түрінде көшіреміз. Сосын қай аралға көшіреміз? Білім аралына да қалыптастырайық осы жерге. Айданың парқын көрсетіп жатырмыз. Яғни статусын, мәртебесін көрсетіп жатырмыз. Дұрыс, тамаша. Яғни тұрақты сөз тіркестері 2-ге бөлінеді. Ол мақал мәтелдер идиомалық тіркестер болып бөлінеді. 9 сөз табының 7-еуі атауыш сөз, біреуі көмекші сөз, біреуі оқшау сөз. Тең болады 9 сөз табы. Бұл не себептен есептелінді? Бұл біздің қазіргі сабағымызға аса қажетті болғандықтан мен жағдаятпен сіздерге бастадым. Енді балалар, сабақтың мақсатын қарайық. Барлығымыз не істейміз? Барлығымыз мәтіннің мазмұнын түсінеміз. Берілген ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажыратамыз. Тілдік бағдарға сай жұмыстанамыз. Көбіміз балалар мәтін бойынша проблема сұрақтар құрастырамыз. Кейбіріміз ғана үндеусіз заңына сәйкесті орфографиялық нормаға сай жазыламыз. Кейбіріміз деген сұраққа балалар кішкене ойланамыз қазір. Сондықтан сабақтың мақсаты осы. Барлығымыз істейтін жұмыс. Енді алдын ала анықтау тапсырмасы берілді. Проблемалық жағдаяттар. Алдын ала анықтауды қарайық. Не берілді? Сайда алдын ала анықтауда не берілді сіздерге? Факті мен көзқарас, яғни жартылай дайын өнімдер, тілдік қолданысқа одағайдың мағыналық топтары мен ерекшелігі, ал тілдік қолданысқа тағы бір тілдік қолданыс, орысшылаудың қызметі, яғни 2 тілдік қолданыс берілді. Тамаша, отырағы. Тамаша, дұрыс түсіндім. Қазіргі тыңдалым бойынша, айтылым, жазылым бойынша, оқылым бойынша факті мен көзқарасты айырамыз. Жартылай дайын өнімдер дегеніміз не деген сұраққа жауап береміз. Тілдік қолданыс бойынша одағайдың мағыналық топтары мен ерекшелігін және шылаудың қызметін айырамыз. Енді жартылай дайын өнімдер. Факті мен көзқарасқа сүйенеміз. Жартылай дайын өнімдер деген қандай өнімдер болуы мүмкін? Мансур, қандай? Жартылай дайын өнімдер бұл менің ойымша химиялық жолмен жасалған полуфабрикаттар. Өте тамаша. Сайда, отырады. Тез әзірленетін, яғни жаңағыдай химиялық. Дұрыс, Диана. Бұған факт келтіре кетсек, бұл 15-20 минут ішінде жартылай дайын өнімдер әзірленеді. Мысалы, өзіміз көріп жүрміз, мысалы KFC деген жерге баратын болсақ, бізге көбіне 15-20 минутта дайындап береді. Ал біз егер оны үйде жасайтын болсақ, ол бізде 1 сағат не 45 минутта піседі. Ал жартылай дайын өнім дегеніміз осы 40 минуттың жартысын алады, яғни 15-20 минут. Тамаша. Енді мен мақал мәтелдерді көмекке шақырамын. Мен жақсы көретін әлем бар. Ол мақал мәтелдер әлемі да. 2 мақалды айтайын деп отырмын балалар, соның бірін таңдаймыз. Тек қана бірін таңдаймыз. Ол үшін біз
әр уақытта да өзіміздің ішкі интеллектімізге сенеміз. Екі мақал тұр. Бүгінгі тақырыбымызға сәйкесті тақырып гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар, ағзалар. Бірінші сұрақ ауру астан, екінші сұрақ ас адамның арқауы. Қай мақал бүгінгі тақырыпқа келіп тұр? Бірінші Ауру астан, да? Сондықтан бүкіл аурудың дені дұрыс тамақтанбаған, дұрыс таңдалмаған астан болады екен, да? Сондықтан балалар, өте тамаша тілді қолданыс кетті. Одағай дегеніміз, одағайдың Әлімжан айтады, қандай мағыналықтары бар? Одағай дегеніміз ол осы дербес мағынасы жоқ, адамның көңіл күйіне кіретін немесе жануарларды шақыруға арналған осы көмекші сөздің бір түрі. Оқша сөздің бір түрі, да? Одағайдың осы үш мағыналық тобы бар. Ол бірінші жекір одағай, екінші шақыру одағай, үшінші көңіл күй одағай. Ой, тамаша, отырау қандай әдемі, өзі керемет қылып айтып шықты. Так, Аружа айтады, сылау дегеніміз не? Жылан дегеніміз сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын және өзі тіркескен сөзге қосымша мән үндестіретін сөз табы. Өте тамаша айтты. Қандай керемет айтты. Отырау қандай қызметі бар? Сәбина айтады, қызметі қандай? Жылау сөз бен сөзді байланыстыратын Сөйлемді, сосын және өзіне қосылған сөзге қосымша тамаша. Енді алдын анықтадық па? Енді бері қарай ойында қажетті ақпаратты алдық па? Алғашында мұндай өнімдер тек ашаршылық жайлаған елдерге ғана жөнелтілген. Өндіруші елдердің көзінде оны пайдалануға тыйым салған. Себебі неде? Өйткені ғалымдар бұл кезде оның адам ағзасына деген кері не оң әсерін зерттеп үлгермеген. Ғаламторда жарияланған деректерге сүйенсек, шетелдік ғалымдардың жүргізген зерттеу нәтижесі ГМО-ның аллергия, белсіздік, бедеулік сынды тағы бірнеше атаулар туғызатынын және солардың кең өріс алуына орта туғызатынын дәлелдетті. Дегенмен ол өзгелер тарапынан қолдау таппай, мақұлданбай отырған көрінеді. Оның себебі ГМО-дан түсетін табыс көзі болып отырса керек. Мәселен, дамыған елдердің бірқатарында жүргізген сараптама нәтижесі. Есеп пен атты будандастырып алынған жануардан ұрпақ өндірмейтіндігін, гені өзгеріске ұшыраған картопты жеген егеуқұйрықтың да, жүгеріні жеген тышқанның да көбеймейтіндігін көрсеткен. Сондай-ақ, картоп геніне сары шаян генін қосу арқылы ешқандай жәндік жемейтін картоп түрінің қызанаққа солтүстік кампаласының генін қосудан аязға төзімді үсімейтін қызанақ түрінің қасиеттері алынған. Тек осындай өзгертілген өнімдерден қоректенген жануарлардың да түрлі түрлерінен өлі туылыпты. Дәрігерлер жағы мұндай өнімдердің асқазанның сілекейлі қабатының құрылымын бұзып, зат алмасуды нашарлатып, иммунитетті төмендететіндігін айтады. Тағы бір қатар ғалымдар болса, ГМО-ның адам ағзасына кері әсерінің болуы мүмкін емес деген пікірде. Тыңдалым оқылды. Тыңдалым бойынша не түсіндік? Бірінші абзацта бұл гендік өзгеріске ұшыраған тағамдардың шығу тарихын және де оларды неліктен өндіруші елдер неліктен қозғағандығын және ол өздері неліктен пайдаланбайтын туралы айтады. Тамаша. Бірінші абзацта бұл гендік тағамдарды қолдану арқылы түрлі ауруларға шалдығуға болады. Бұл жерден аллергия, белсіздік, бедеулік сынды тағы бірнеше аурулар туғызады. Бұл азаймайтын себебі ол көбейіп, өйткені оны құтты кезінен ата-аналар балаларына жегізеді, ол және есірткі, наркотик сияқты болып кетеді, және сен оны жегің келе береді. Тамаша. Таза шындық айтылды. Бір қыз фастфуд жеп отырған жерінен іші ауырып ауруханаға түскен. Ол 12 жастағы қыз болған. Оның ата-анасы дәрігерге айтуы бойынша ол фастфудтан басқа ештеңе жемеген деп айтылған. Бұл фастфуд арқылы көптеген аурулардың пайда болатынын дәлелдейді. Бір дәлел, Мен оны, яғни осы фастфудтарды майлы жеген адамдар, олардың барлығы әртүрлі ауруларға ұшырап, толысып, өзінің деңгейінен артық салмақ қосып Жаңа Зарина айтты, ата-анасы оған айтқан, яғни дәрігерге айтқан фастфудтан басқа ештеңе жемеген. Бұл ата-ананың да
қателігі, өйткені ата-ана өзі жеп қызына оны жегізген. Оны ауруға өздері ата-анасы шалдықтырған. Тамаша. Өте күшті айтып отырсыз. Аштықтан қырып жатқан халыққа себепші болғандықтан бұл халықтарға жасанды жолмен дайын жарықтай өнім керек болғандықтан жасалды ғой. Біз дейтін бақытты өмір сүріп жатырмыз. Ата-анамыз бар да. Бәріміздің үйімізде от бар, отын бар, пеш бар. Сондықтан сол тамақтар бізге организмге, ағзамызға әлдеқайда пайдалы да. Себебі қазақ халқы өте әдемі, нар денелі халық болған. Екінші тапсырманы қарай қойдық. Алтын қалам тапсырмасы. Мәтіннің стилін анықтайтын өте қиын тапсырмалар. Бұл тапсырма әлеуеті үлкен, көп бала жасай алмайды. Алтын қалам. Мына беріп тұрған мәтін қай стильмен жазылған екендігін қаламдарды қолдарға ала қойыңдар. Алтын қаламмен тек біреуін ғана белгілейсіздер. Қай стильмен жазылған? Суреттеу мәтіні ма, пайымдау мәтіні ма, баяндау мәтіні ма, хабарлау мәтіні ма, әлде диалогтық мәтіні ма? Бәріміз болдық бір кезеңде. Сәбина айтады, қай? Менің ойымша, бұл хабарлау мәтіні біз кендік жағынан өзгеріске ұшыраған тағамдарды жеуге болмайды екенін хабарлау. Тамаша, хабарлау мәтіні. Пайдалы істерге және салауаттылыққа арнаған дұрыс. Өзгелердің де уақытын бағалау қажет. Уақытты босқа әрі пайдасыз өткізу үлкен шығын. Бірде адам былай деді: "Пәлі, адам болғың келсе, пайда келетін іспен шұғылдан. Мен саған көз көргендерден естіген бір шежірен айтайын. Сен Шоңдыбай деген бабаң болған. Бір әттеген айы ол туралы аз біледі екен. Ту дегенде күрігі жерге тимепті. Киелі адам болыпты шіркін. Сол бабамнан қалған мына сөз ел аузында. Аузың аққа тисе тазасын іш, ет жей қалсаң адалын же, денеңді май баспасын десең атқа шап, тақымың мықты болсын десең ел күзет. Пәлі сонда адамдар да өткен бұл фәниден. Демек, бір қарағанда адал ас ішіп, пайдалы істермен айналысу оңай сияқты. Бірақ олай емес. Себебі біз күн тәртібін, ішер асты, ұйықтар мезгілді жоспарлап үйрену қажет. Ол қасиетті бойыңа жас кезіңнен қалыптастыру керек. Әрбір минутың мен сағатыңды үнемдеп, пайдалы жұмсауға дағдылан. Сонда ғана табысқа қол жеткізіп, денің сау, парасатты, өз қабілет күшіңді толық жұмсай алатын азамат боласыз. Кеттік, тапсырмаға кеттік. Грамматикасына жасай береміз. Үшінші топ, келіңіздер. Эксперимент топ, кімдер? Асын сызамыз балар, пәлі сызамыз, екінші. Шіркін, асын сызып атырмыз. Асын шығар, әттеген ай сызып атырмыз ба? Пәлі ай, әттеген ай, Қандай мағына тұрады? Олар көмекке одағай. Көмекке одағай дегеніміз не? Көмекке одағай дегеніміз адамның көмекке үйренетін қуану, ренжу, қорқу, тағы да басқа. Отырамыз. Енді ана таблицаға көшіре қойыңдар шылауларды. Екіншінде табамыз, шылауларды табамыз. Шылауларды көшіре беріңіздер екінші таблицаға. Шылауларды тауып жатырмыз ғой, Диана. Одағайларды таптық. Одағайлар пәлі болды. Бар ма бәрінде? Пәлі. Сосын қайсысы? Айта қойса бейді шылаулар қайсысы? Екінші сөйлемдегі үшін атаулық септігіне қатысты Септік шылау, сөзін шылау және де өзгелердің дем, ыңғайластық мәніндегі жалғаушы шылау және де уақытқа босқа әрі пайдасыз бұл әрі деген шамасы мән жалғауыштау, да? Одан әрі деген бе? Жоқ, әрі деген әрі. Ыңғайластық мәніндегі пәлі сондай адамдардан бұл жерде ыңғайластық мәндегі жалғаушылау адам дұрыс сосын сонда ғана ол шектік мәндегі демеу ғана. Тамаша, сонда ғана. Тамаша. Енді балалар екінші тапсырмаға ағысқа қарсы тапсырмасы. Одағай шылауды алып тастаңдар да сөз қолданысынан не байқадыңыздар? Екіншіден мына постер жасай беріңіздер. Постер жасаймыз екінші тапсырманы. Өте қиын тапсырма, әйелдер кірісіп кетіңдер. Екінші тапсырманы постер жасайсыңдар. Диана. Алып тастайсыздар, одағай шылауды не байқадыңыздар? Сіздер сол одағай шылауды алып тастағанда не байқадыңыздар? Нәтиже
туралы айтып кетсем, пицца Италияда пайда болды. 1836 жылы оны ең бірінші пицца Маргарита деп аталды, өйткені ол кезде Италияның патшайымы Маргарита болған. Және пицца қандай тағам? Апай айтайын. Пицца қандай тағам? Пицца бұл қазіргі кезде ол фастфуд, яғни гендік өзгеріске ұшыраған, ол гендік өзгеріске ұшыраған тағам. Ал ол бұрында пицца ол гендік өзгеріске ұшыраған тағам болған жоқ. Яғни де пицца. Үй жағдайында қанша? Не, әмбебапты үй жағдайында қанша? Диаграмма түрінде алдық, яғни ол жерде 100% бір сөйлемнің 40%-ын, яғни ол жерде толық мағыналы сөздер, атауыш сөздер құрайды. Ал одағайындашылау тек кішкене бөлігін құрайды. Алып тастағанда не байқадыңыз сөз қолданысынан алып тастағанда? Сөз қолданысынан алып тастағанда, яғни одағайдың міндеті ол деген эмоцияны білдіру, яғни одағайларды алып тастағанда сөйлемде менің ойымша эмоция жойылады. Ал шылауды алып тастағанда сөздер бір-бірімен ешқандай өзгеріске түспейді? Ешқандай. Ал ыңғайластық мәнді шылауды алғанда, яғни олардың қызметі тек қана бір-бір байланыстыру болса, оларды алып тастағанда ешқандай өзгеріс. Жақсы. Одағайды алып тастағанда тілді қолданыстан одағайды алып тастайтын болсақ, біздің эмоциямыз әлсірейді деді, ол дұрыс. Яғни сөйлемдегі лексикалық мағына кішкене әлсірейді. Шылауды алып тастайтын болсақ, бұл жерде дейтін балалар, шылауды алып тастайтын болсақ, ешқандай өзгеріс болмайды. Айтымда, бірақ жаздымда шылауды жақсы білу міндетті. Болды, дұрыс түсіндік. Пікірлер алаңына келе жатырмыз, тездете қойында, 1-2 минут айтып тастай қойында. Біз пиццаны үй жағдайында және де былай, яғни кафелерде қалай жасайтынын туралы айтып отырық. Пицца үй жағдайында 1 сағат піседі, 45 минут 1 сағат піседі, ал бұл кафелерде 15 минут піседі. Үй жағдайында? Үй жағдайында 1 сағатта, ал кафе мейрамханаларда ол 5 сағат. Сэндвич ол үй жағдайында 10-15 минут піседі, ал фастфуд сэндвич жасатын жерлерде 3-5 минут. Сонда зияны бар ма? Иә, бар. Өте зиян. Сонда гендік өзгеріске түскен тағамдарды жеу адамның өзін-өзі нағылумен бірдей деп айтады. Өзін-өзі ауруға шалдығу. Отырағы жақсы түсінікті. Біз қазір ең құнды пікіресі мен ең қызық пікіресін анықтап шығарамыз. Бұрынғы қозғалысқа түсіңіздер, орныңыздан тұрып, бұрынғы қозғалысқа түсіңіздер. Кімді анықтаймыз, бір-бірімізге қараймыз, кімді анықтаймыз. Ең құнды пікіресі бұл, бұрынғы қозғалысқа түсіңіздер. Менің ойымша ең қызық пікіресі ол Мансур болды, себебі ол пиццаның тарихын айтып кеткен болады. Тамаша еді, отырамыз еді. Ең құнды пікіресі айтамын. Ең құнды пікіресі Диана мен Алинді болды. Өйткені олар бізге одағы шылауды қосымша мәлімет берді. Тамаша, Америка, қандай әдемі, қандай керемет айтты. Ең құнды біз екі адамды дамытады. Тақпа қосымдар бар ма? Ең қызық пікіресі бұл. Сонда біз бүгін құттықтаймыз, барлығыңызды құттықтаймыз жақсы. Соның ішінде ең құнды пікіресі Аида мен Диананың, ең қызық пікіресі Мансурды барлық аралдарға саяхат жасауға жұмсаймыз. Қолына жолдама бердік, өмірлеріңіз қызықты саяхат жасаймыз. Қалғандарыңызға да білім аралында, табыс аралында, грамматика аралында сәттілік тілейміз. Жақсы.